Сингапурдағы қызықтар болып жатыр ғой, короче. Аэропортқа түстім нормально и шығарда не толтыру керек, информация келетін кететін соңғы 30 күнде қай мемлекеттерде болдың деген сияқтыларды соны толтырдым и Кения деп көрсеткем. Содан кейін мен уже под вопросым келді да мында, короче, мені типа айтқам 3 сағат болды мен ол жерде транзит, но мен сыртқа шықтым дедім да, короче. Өйткені менде паспортта не тұр ғой, печать. Сосын енді мені қазір бір күн карантинге жатқызайын деп жатыр, өйткені именно Сингапурда сондай не бар екен, требование. Егер желтой лихорадкадан сертификатың болмаса, даже болғанның өзінде сен оны жоғалтып алсаң, немесе сенде там электронный варианты ақпараты болмаса, сен по-любому жатады екенсің. Жаңа доктормен сөйлескем, доктор айтады, егер де сен транзитте болып, бірақ сен пограннан өтпегенде, сен не істемейтін едің дейді да, короче. Сені карантинге жатқызбайтын едік дейді. Енді бір күн карантин, Кенияда қыдырғанымыздың есебін қазір Сингапурда шығарып жатырмыз. Сингапурда қыдыра алмайтындай болып. Міне, осындай форманы SG Arrival Card дегенді толтыру керек. Соның ішінде шықты, короче. Осындай ақпарат. Давай дедік. Енді Құдай қаласа бір күніміз Сингапурдың карантинінде болады. Қонағын көреміз, қалай болатын дейсіз. Филиппинға толтырдым, чтоб в дальнейшем тағы проблема болмас үшін қарап, Филиппины, Гонконг, енді Қытайға баратқан соң. Ол жақта ондай requirement болмады. Окей. So, room tour check дейсің да, карантиндегі бөлмем. Тек. Colgate. Так, сушняк, мушняк, артефакт, микроволновка, холодильник. Лайт. Осылай Сингапур осындай қызықтармен қарсы алды бізді. Енді ұйқыны қандырды деп айта алмаймын. Өйткені мана бір 2 сағат бұрын ба пожарный сигнализация ойнап оятып жіберді. Бағарламызда ашықтық, короче. Есіктің алдында тұр едік. Короче, фейк аларым деді да, сонымен қайттан кірдік. Завтрагымды алып алдым таңертең. Рахмка жеп алу керек. Juice, orange juice. Неміз алып береді екен. Мында, короче. Снеки. Кофе-мофе. Карантинде тамақ өздері предоставлять етеді, 3 мезгіл. Қуанайын неге олып келесің? Бисмилла. Келгенде осындай қағаз берді. Типа қай жерде не істеуге болады, правиласымен, не правиласымен, короче. Кеше мынандай қағаздарға қол қойдық. Получается, мынау Yellow Fever бойынша ақпарат. Егер вы посещали Кению, то мынау еще 2022-ден бері ұсталып келе жатқан қағидалары 20 ноябрьден бастап. Кеше мына жерде көрсетілген номерден хабарласты.
и маған айтты, что жоқ, сен 5 күн жатпайсың деп. Маған басында 5 күн жатасың деді. Мен айтамын, қалай мен 5 күн жатамын? Менде ертең уже вылет қой деймін да, короче. Сөйтіп, потом иммиграциямен сөйлестік, анаумен сөйлестік, мынаумен сөйлестік, потом мына номер хабарласты, Министерство здравоохранениедемін деп. Сосын осылай деп жағдайымды түсіндірдім, ол айтты, иә, смело онда. Бүгін Құдай қаласа, сен бір күн жатасың, өзің самолетпен үлгересің деді. Болды дедім. Өйткені Филиппины, Қытайларды қарадым, requirements'тер, оларда ешқандай нелер жоқ. Именно yellow feverға қарсы ешқандай бір сұраныстар жоқ, требованиялар жоқ. Мына жерде даже жазып қойған, кімдер кіреді деген. Мен өзім таңқалғам. Міне, бүйтіп жазып қойыпты. Yellow fever station is important attack. Маңызды. Енді біз осы Сингапурдың денсаулық сақтау министрлігі ретінде өзіміздің азаматтарды қорғау үшін кез келген адамдар мына бізде, короче, андай бар, типа риск, желтой лихорадка бойынша рисктегі мемлекеттерден даже пересадкамен өтсең де сен қараласың, короче, под вопросом боласың. Бірақ кеше мен доктормен сөйлескенде пересадка нормально деді. Пересадка болса, сен главный неге шықпасаң болды деді сыртқа. Ал мен болсам сыртқа шығып қойдым. Сондай ситуация, короче. Так, бізде балық, капуста, вермишель, макароны и какой-то бірдеңе. Мынау шамалы ащылау екен. Барына қанағат. Жақсы жері көп тауарлары, мен көрген тауарлардың барлығында халал деген знактар бар. Даже суға дейін халал деген знагы бар. Ат кешкі 6. Let's go. Так, ужинға бүгін бізде күріш, тауық и фруктовый бірдеңе. Ішінде папайя, Red Dragon. Сен чекинімді өттім, аэропортта өттім, погранны өттім. Пограндары чисто электронный екен пограндары. И чекинде егер сен онлайн жасасаң, сразу қойып өте бересің. Егер сенде чекет регистрируемый багаж болмаса. Сөйтіп, бір күнімізді Сингапурда карантин өткіздік дейсің. Жестко болды. Жаңа екі доктор алып келді мен осында сопровождениемен. Сосын докторларға айтамын ғой. Что-то басқа мемлекеттер алып тастаған, сендерде неге бар десем, соны негізі болашақта алып тастайтын шығар дейді. Өйткені тек қана Сингапурда ғана екен, Кения списокте бары. Қалған мемлекеттерде Кенияда болдың болмадың, Кения желтой лихорадка списогінде жоқ. Именно Сингапурда бар екен. Филиппинда жоқ, там Қытайда жоқ, Гонконгта жоқ. Енді Сингапурдың аэропорттан білесіздер ғой, мощно. Мысалы қазір мына жер дейтін әдемі екен, мынау 4-ші терминал. 1, 2, 3 бір-біріне байланысып тұрса, мынау 4 бөлек жерде орналасқан. Аңғарсаңыздар. Не деген әдемілік. Құдды бір Европада жүрген сияқтысың деген тема ғой.